Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Сіздермен бірге Тілашар бағдарламасының жүргізушісі Сайран Тұрсынбайқызы. Здравствуйте, уважаемые зрители! Вместе с вами ведущая программы Тілашар Сайран Тұрсынбайқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы үй. Тема нашего сегодняшнего урока – дом. Жаңа сөздермен танысамыз. Познакомимся с новыми словами. Үй, дом. Үй, дом. Тұрғын үй, жилье. Тұрғын үй, жилье. Сіз қайда тұрасыз? Где вы живете? Сіз қайда тұрасыз? Где вы живете? Мен Қостанайда тұрамын. Я живу в Костанае. Мен Қостанайда тұрамын. Я живу в Костанае. Мекен-жай, адрес. Мекен-жай, адрес. Көше, улица. Көше, улица. Шағын аудан, микрорайон. Шағын аудан, микрорайон. Пәтер, квартира. Пәтер, квартира. Пәтеріңіздің нөмірі қандай? Какой у вас номер квартиры? Пәтеріңіздің нөмірі қандай? Какой у вас номер квартиры? Жалдамалы пәтер. Съемная квартира. Жалдамалы пәтер. Съемная квартира. Бөлме, комната. Бөлме, комната. Қонақ бөлме, төр бөлме. Гостиная. Қонақ бөлме, төр бөлме. Гостиная. Ас үй, кухня. Ас үй, кухня. Жатын бөлме, спальная. Жатын бөлме, спальная. Балалар бөлмесі, детская. Балалар бөлмесі, детская. Жуынатын бөлме, ванная комната. Жуынатын бөлме, ванная комната. Дәретхана, туалет. Дәретхана, туалет. Кіреберіс, прихожая. Кіреберіс, прихожая. Енді осы тақырыпқа байланысты сұхбатты тыңдаңыздар. Теперь прослушайте, пожалуйста, диалог к новой теме. Алло, қайырлы күн. Алло, добрый день. Қайырлы күн. Добрый день. Мен қала орталығынан пәтер жалға алсам деп едім. Я хотел бы снять в аренду квартиру в центре города. Бізде 2 бөлмелі пәтер бар. Жатын бөлмесі кең, әрі жарық. У нас есть двухкомнатная квартира, спальная комната просторная и светлая. Ас үйде тоңазытқыш бар ма? Кухне есть холодильник? Я, бар, да, есть. Жуынатын бөлмеде қандай заттар бар? Какие предметы есть в ванной? Кір жуғыш мәшине, айна бар. Стиральная машина, зеркало. Пәтер қай ауданда орналасқан? Квартира в каком микрорайоне находится? 5-ші шағын ауданда, 5-м микрорайоне. Рахмет, мен келемін. Сау болыңыз. Спасибо, я приду. До свидания. Осымен кезекті сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше. На этом очередной урок закончен. До следующей встречи.